Кремль идаресінде çalışkan Акмезжетін район mahkemesi февраль 26-сы давасы бойынша отырышны январының 18-не кечерді. Себебі дерсін зарар көрген үч шахыстан қабатлайжы қарарны тек бірі алған екен. Бұны UATV телеканалына адвокат Эдем Семедляев білдіре. Ишгалжилер Қырымның 5 файліні макюм еті, Олар 2015 сенесі қанунсыз же тевқиф етілген еді. Учу СИЗОда бұлына, екесі ев тевқифінде. Махкеменің сонки отырышында прокурор қабатлайжы үкімнің 3-ші басылышыны илан еткен еді. Митингінің тешкелечісі олара Қырым татар милли мәжілісі рейсінің муавины Ахтем Чигостан алды. Уже идет у нас процесс. Давының аслы бақылайынды. Шымды имайның делдері денленлер. Кечкен отырышта прокурор қабатлайжы қарарының денештірілмесі ақында шифат бергенді. Ве алада зарар көргенлер бұл қарарны алмаған. Бұның үшін отырышны январь 18-не кечірділер.